Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бейбіт күнде жол бойында орын алатын апатты жағдайлардың салдарынан өмірлері қиылып жатқан жерлестеріміз туралы өкінішпен айта отырып, осындай келеңсіз жайттарға жол бермеу, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне нақты тапсырмалар берген. Осы тұста Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Марат Ахметжановтың тікелей тапсырмасымен жол бойында өрескел қателік жібергендерге тосқауыл қоятын арнайы жаңа бағдарлама іске қосылды. Яғни аталған қорғау қауіпті жүргізуші бағдарламасы Түркістан облысында да енгізіліп, бүгінде өз нәтижесін беруде. Мәселен, Түркістан қалалық полиция басқармасының қызметкерлері бір апта ішінде жол ережесін бұзған 60-қа жуық автокөлікті анықтаған. Олардың ішінде айыппұлы төленбеген. 16 автокөлік анықталып, олардың айыппұлы 1,1 миллион теңгеден асып кеткені белгілі болды. Ал көрінеу, жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттік тіркеу нөмірі бар көлік құралын басқару бойынша бір жайт анықталып, жүргізушіге тиісті шара көрілген. Яғни полицейлердің планшетіне Төле би көшесі бойында көлігіне жалған мемлекеттік тіркеу нөмірін тағып алған Toyota Land Cruiser автокөлігінің жүргені туралы ақпарат түседі. Осы бойынша бірден іске кіріскен полицейлер көлігіне жалған нөмір қойып алған жүргізушіні ұстап жауапқа тартты. Анықталғандай, орта жас шамасындағы жергілікті тұрғын өзінің УАЗ 315-195 маркалы көлігіне тиесілі нөмірді Toyota Land Cruiser'ге орнатып алған. Аталған жүргізушіге Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабы 4 бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылды. Көлігі айып тұраққа қойылды. Сондай-ақ түрлі жол ережесін бұзған 27 автокөлік, міндетті сақтандырудан өтпеген 6 автокөлік, міндетті техникалық қарап тексеруден өтпеген 8 автокөлік анықталып, жүргізушілері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ақпарат ретінде айта кетсек, Ішкі істер министрінің тапсырмасымен әзірленген қорғау қауіпті жүргізуші мобильді қосымшасында облыста орнатылған бейне бақылау камералары, Түркістан облысы полиция департаменті жедел басқару орталықтары мен мобильді қосымшаларының мүмкіндіктері біріктірілген. Яғни патрульдік полицияға жақын маңда жол ережесін бұзған немесе көлігіне жалған нөмірлер орнатқан заң бұзушыларды көрсетіліп отырады. Сондай-ақ айыппұлы төленбеген, сақтандыру техникалық байқаудан өтпеген немесе іздеуде жүрген автокөлік жүргізушісі жайлы хабар беріледі. Сондықтан Түркістан облысының полицейлері жұмысты одан әрі жандандырып, халық үшін үздіксіз қызмет ете бермек. Сондай-ақ еліміздің тұрғындарының жолдардағы қауіпсіздік үшін оның алдын алуға барлығын бір кісідей атсалысуға шақырады.